Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу академию. Вас приветствует Инновационная академия психологии и менеджмента. И это у нас тема по скулшутингу, да. И сегодня она пройдет у нас на казахском языке, но как предисловие, да, скажем, что кого интересует, годятся ли, годны ли эти сертификаты для аттестации, то да, они годны. Яғни егер де сіздердің араларыңызда аттестацияға бұл жарамды ма, жарамсыз ба, сертификаттарды қалай алсақ болады, курсты қалай өтсек болады деген сұрақтарыңыз болса, әрине менеджерларға хабарласасыз. Бұл барлығы жарамды сертификаттар аттестацияға жарамды болып келеді. Курс келесі аптада басталады, сондықтан да бұл академияда бірнеше курстар өтеді. Оны толығырақ ақпараттарды менеджерлерден алсаңыз болады. Байланыс телефондары астындағы номерлерге берілген номерларға хабарласып, Инстаграм немесе басқа желілердегі контактілерге басып хабарлассаңыздар болады. Толық ақпарат жаңағы 175-ші баппен келісілген сертификаттар беріледі. Және де біздің бүкіл курстардың барлығы өте тек қана жаңағында аттестацияға жарамды сертификаттардан бөлек мықты білім аласыздар. Сондықтан бүгін біз бүгінгі тақырып келесі курс ол мектептердегі буллинг, скулшутинг және кибераддикцияның алдын алу. Бұл біздің қазіргі кезде үлкен мәселе, өзекті мәселелердің бірі. Оның алдындағы тақырыптарда біз сіздермен дағдарыс, кризисное состояние у детей деген тақырыптарды алдық қой. Ал енді бүгін мектептердегі буллинг, скулшутинг және кибераддикцияның алдын алу туралы курсқа сіздерді шақырамыз, және ол сабақтарда ол курста сіздер қандай білім аласыздар. Онда 5 модуль болады, және сол әр модульда не өтесіздер сол туралы болады. Яғни егер де сіз барайын ба, бармайын ба, тек қана аттестацияға сертификат іздемей, сонымен қатар сапалы білім іздеп жүрсеңіз, әрине бұл сізге арналған курс. Жалпы құжаттар бойынша мен сіздерге айттым, тағы да толығырақ ақпарат керек болса, әрине сіз менеджерлерден біле аласыздар. Презентациялар, қосымша тағы да қандай курстар бар, академияның тағы да басқа курстарын қалай өте аласыздар, осы жерде белгіленген, айтылған. Ал енді жалпы әрине бағдарламаның өзіне келсек болсақ, онда бағдарламаның мақсаты әрине ол оқу тәрбие процесінде зорлық пен зомбылық, кемсітушіліктің кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік атмосферасын құру болып келеді. Білім алушылардың, яғни сіздердің білім алушылардың буллинг пен скулшутингпен байланысты ықтимал қауіп-қатер туралы хабардарлығын арттыру. Яғни біздің кезімізде айтады, егер де сенде ақпарат болса, білім болса, кез келген мәселе үлкен сұрақ болмайды. Ал қазір көп нәрсе білімсіздіктен болып жатады, немесе қазіргі біздің тәжірибесі мол жаңағы психолог-педагогтар көп болғанымен бір-біріне жаңағы бүкіл Қазақстан бойынша онымен бөлісе алмайды. Ал біздің жаңағы академияның чатында сіздер бүкіл Қазақстан бойынша психологтардың чатында отырасыздар, бір-біріңізге керек жаңағы сұрақтар болса, сонда қоя аласыздар, бір-біріңізбен тәжірибемен алмасып бөлісе аласыздар. Сондықтан да бұл тек қана жаңағындай сертификатты алып қана қоймай, әрине сіздер білім де аласыздар, қоршаған орта да аласыздар, және тәжірибесі мол психологтармен, педагогтармен, ұстаздармен, кейбіреулері мысалы педагог, психолог болмаса да өзі үшін өтіп жатады, ол да жақсы, ол тіптен керемет деп айтушы едім. Себебі бұл әр нәрсенің алдын алу шаралары әрине болуы өте маңызды. Себебі біз деген көбінесе деген реактивный жұмыс десек, бұл кезде бізге әрине проактивно, яғни профилактикасын жасап, бұл ертеңгі күні ондай сұрақтар тумас үшін, туса да қалай шешетін инструкциясы, былай айтқан кезде өзіңіздің қолыңызда біліміңіз, инструменттеріңіз, техникалар мен жаңағы методикаларыңыз болған кезде, әрине сіз уже қаруланып, кәдімгідей еліміздің
мықты психологтары, педагогтары немесе ата-ана бола аласыз, иә. Себебі қазіргі кезде әрине ақпараттар өте көп, оны іздеп жаңа қарап жатқандар бар, қарамай жатқандар бар, иә. Біреулер мысалы мысалы мүмкін сіздің сөзіңіз басқаларға өтімді шығар. Ол кезде әрине сіз арқылы басқа жаңағы академияның жаңағы ең басты миссиясы ол бүкіл адамдарды ақпараттандыру, яғни хабардарлығын арттыру болып келеді. Себебі көптеген жаңа қиындықтар болса, сол жаңа чатта да шешіліп жатады, бір-біріне қойып жатады, иә. Жаңағы тәжірибемен алмасып жатады. Ол өте керемет деп ойлаймын бүгінгі кезде. Және де сіздерді оқыта тұра, сіздермен бөлісе тұра, әрине біз болашағымызды балаларымыздың, оқушылардың, сәбилердің тіптен олардың білімділігін арттырып, өзіне өзін сенімділігін арттырып, жаңағы кибераддикцияның алдын аламыз, буллингті аламыз. Буллингтің ең бастысы әрине ол отбасыда басталады. Адамның, жаңағы баланың өзін өзі бағалауы, иә, бұның барлығы қайда жатыр? Отбасыда жатыр. Сондықтан қазағымыз не дейді? Балаңды түземе, өзіңді түзе дейді. Сондықтан ел боламын десең, бесігіңді түзе демекші, біз енді бесіктегі балаларды түзеу үшін осылай педагог, психологтар мен басқаларға ақпаратты таратып, хабардарлығыңызды арттырып, басқалармен бөлісуді дұрыс деп шешіп отырмыз. Сондықтан да біздің миссиямыз үлкен, сіздер біздің миссиямызға ортақ болғандарыңыз үшін өте-өте қуаныштымын. Сондықтан да әрине ең бастысы ол отбасыда, ұйыған отбасыда өскен бала, әрине ол ондай жаңағы скулшутингқа бармайды, иә. Буллингқа ол тап болмайды, себебі оның жаңағы қандай агрессорлар, қандай басқа да сыртқы нәрселерге оның қабылдауы басқаша болады. Оның өзін өзі бағалауы биік болады, жоғары болады. Сондықтан да әрине оның барлығы, олар бала болғандықтан жай бір мазақ деп ойлайды, бала болғандықтан жай бір итерді ойнады ғой, бала ғой деп немқұрайлы кейбіреу қарап қояды. Бірақ ол да білімсіздіктен. Ал біз сіздермен педагог, психолог болғандықтан, біздің басым көпшілігіміз енді әрине курсқа қатысушылардың көбі педагог, психологтар, ұстаздар болып келеді, сынып жетекшілері. Сондықтан да әрине оны біз мұғалім ретінде көрмесек, алдын алып оның деген сонымен жұмыс жасамасақ, әрине ата-аналар өздерінің балаларына тәрбие береміз деп таңнан кешке жұмыс істеп жатқан ата-аналар көптен көп бөлігі балалардың мектепте болғандықтан, олардың жағдайын, материалдық жағдайын жасаймыз деп, әрине бұл тәрбие жағын шамалы жіберіп алады, жіберіп алады. Сондықтан біздің енді мамандығымызда бар ғой, мамандығымызда жаңағы балаларға сен мұғалім болсаң психолог бол деп, психологтар енді әр мектепте бір емес бірнеше, кемінде 2 психолог отырады қазірдің өзінде. Сондықтан да әрине біздің үлкен миссиямыз сол балалардың біздің қолымыздан келгенше сіздерге максималды түрде ақпараттарды беріп, әрине ол буллингтің, скулшутингтің алдын алу. Оның себептері қандай, оған не әсер етеді? Әрине оның барлығы осы курста қарайсыздар, оқисыздар, оны қарасаңыздар болады. Презентациялардың барлығы курстан кейін, әр сабақ сайын презентациялар жіберіліп отырылады. Сабақтың соңында 40 сұрақтан тұратын тест немесе эссе жазылады, немесе кейде екеуі де бірге болуы мүмкін. Және де тағы да қандай мақсаттарымыз бар, және де неше модульден тұрады, ол 5 модульден тұрады, оның барлығы толық осы курста қамтылған. Қазір қысқаша әр модульге тоқталып кетемін, әр модульда не туралы айтамын, соны айтамын. Және де өзіңізде тәжірибеңіз болса, әрине сіздер де өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп, комментарийларға жазып, немесе жаңағы чаттарда бөліссеңіздер болады. Себебі ол басқа да педагог, психологтарға, мұғалімдерге, сынып жетекшілеріне үлкен көмек болып келеді.
Сондықтан да әрине біздің балалар мен жасөспірімдердің арасындағы компьютерлік тәуелділіктің және интернет қауіпсіздігін алдын алу мақсатында балалар мен олардың отбасы мүшелеріне психологиялық көмек көрсетуде жүйелі тәсілдерді қалыптастыру, ата-аналардың белсенді қатысу мен жауапкершілігін арттыру, оқушылардың педагогтарды құрметтеуге тәрбиелеу, әр адамның құқықтарына, сондай-ақ оқушылардың белгіленген мінез құлық ерекшеліктеріне сәйкес буллинг жағдайларымен күресу дағдыларын қалыптастыру біздің мақсат болып келеді. Жаңағы осы курсымыздың ең басты мақсаты осы. Енді егер де міндеттеріне келетін болсақ, әрине баланың зорлық-зомбылықтың барлық түрлерінен қорғау және оның алдын алу барынша қолымыздан келгенше жасаймыз. Балалар мен жасөспірімдерге аддиктивті мінез құлқының қалай көрінетінін зерттеу, ата-аналар мен олардың әртүрлі қиын өмірлік жағдайларына білім деңгейін, практикалық дағдылары мен құзыреттілігін арттыру бойынша бірлескен жұмысты ұйымдастыру болып келеді. Ата-аналар мен олардың әртүрлі балалардағы тәуелділікті қалыптастыру процесінің кезеңдерін қарастыру, педагогтардың ювеналды әділеттік органдарымен, яғни денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау органдарымен ынтымақтастығы және уақытылы қайта бағытталуы да бұл міндетімізге кіреді. Компьютерлік тәуелділік белгілерін анықтауды үйрену. Біз қалай білеміз оның жаңағы тәуелділігі бар екенін, жауапты ұстанымды қалыптастыру үшін оқушылар арасындағы ақпаратты жұмыс жүргізу. Оларға айту, осындай жағдайлар болып жатады. Егер сіздер осындай байқап жатсаңыздар, соған назар аударыңыз, сонымен жұмыс істеу керек болады деп. Балалар мен жасөспірімдерде компьютерлік тәуелділікті анықтауға компьютерлік ойындардың рөлін бағалау. Және де балалардың қауіпсіз интернетінің механизмдерімен танысу. Скулшутинг құбылысын зерттеудің әдіснамалық және әдістемелік негіздерін айқындау. Буллингтің алдын алу үшін нақты жұмыс істейтін тетіктерін қалыптастыру, мектептегі зорлық-зомбылық жағдайының балалармен, жасөспірімдермен педагогтардың психологиялық жұмыстарының принциптерін, әдістерін, осы жерде нысандары мен технологияларын ашу болып келеді. Сонымен қатар бағдарламаның күтілетін нәтижелері әрине ол тұлғааралық қарым-қатынастардағы қысымшылық, мінез-құлық көріністері кезінде жаңарту, бағалаудың негізгі дағдыларын меңгеру, оқушылардың жағымсыз мінез-құлқын азайту әдістерін меңгеру, оқушылардың әлеуметтік педагогикалық дезадаптация деңгейін төмендете білу, оқушылардың мінез-құлқындағы ауытқуларды ықпал ететін негізгі факторларды түсіну, алдын алу процесінде қатысушылар арасында кешенді өзара іс-қимыл дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар қауіпсіз білім ортасын құру әдістерін меңгеру. Себебі, егер де мысалы көп айтып жатады, менің балам еріншек, жалқау, барғысы келмейді деп, бірақ ол сенің балаң баратын мектепте қауіпсіздік орта құрылған ба? Сұрақ мінеки осы жерде. Іші ауырып жатады, барғысы келмейді, көбірек өзі жалғыз өзі қалады. Бұлардың барлығы буллингтің бір белгілері болып келеді. Сондықтан бұларды да толық қарастырамыз. Және де педагогтардың оқушыларды қудалау мәселелерін шешуге кәсіби дайындығын арттыру, алғашқы жеке және кеңес дағдыларын меңгеру және балалар мен жасөспірімдерге сондай-ақ ата-аналармен психологиялық қолдау көрсету. Себебі кейбір ата-аналар әрине қазіргі кезде заманауи ата-ана, заманауи педагог, психолог болып кеттік қой. Ақпараттар деген жететін көп, бірақ оның біреуінің уақыт бөліп жатса, біреуі оған уақыт бөлмейді. Сондықтан да олармен жұмысқа әрине ата-аналарға психологиялық қолдау көрсету біздің жақтан белгілі бір көмек деп санаймыз. Қысымның алдын алу процесінде ғылыми әдістемелік қолдаудың болуы. Бұл да міндетті түрде болу керек, себебі бізде жаңағы айтып кеткендей, буллинг, скулшутинг дедік, кибераддикция дедік. Оның барлығы кибераддикцияның өзі бізге ата-аналарға былай шын айтсақ, енді былай өте ыңғайлы ғой. Қолың тимеді, телефонды бере салдың, гаджет, жаңағы девайстарды бере салдық. Сонымен уақыт бір өтті, 2 апта өтті, 1 жыл өтті, жылдар өтіп кетіп, балаларымыздың қалай өсіп кеткенін де кейде аңғармай қаламыз.
Сондықтан да егер де оның орнын қалай алмастыру керек, оның ақырын қалай онымен тіл табысу керек. Ең көп нәрсе осы шағымдардың бірі, ол мені ата-анам түсінбейді дейді. Ата-анам мені түсінбейді, әйелім мені түсінбейді, күйеуім мені түсінбейді, ата-енем мені түсінбейді дейді. Сондықтан да енді былай айтқан кезде заманауи ата-аналар немесе кейде ата-әжелері болуы мүмкін, психологқа жіберіп жатады, психологқа жүгініп жатады, ол өте дұрыс. Бірақ көбі әлі де дайын емес оған. Мысалы, әрқашанда айтамын, әр нәрсенің өзінің маманы болу керек, маманына жүгіну керек. Тісіміз тісіміз ауырса, біз тіс дәрігеріне барамыз. Басымыз ауырса, дәрігерге, терапевтке барамыз, травма алсақ, травматологқа барамыз. Операция жасау керек болса, хирург жасайды, бірақ біз ойлаймыз, егер мынау басымыз өте маңызды, миымыз өте маңызды, жанымыз біздің өте маңызды, бірақ құрдастармен шешіле салады деп ойлаймыз. Бұл өте үлкен қате. Сондықтан да әр нәрсенің өзінің маманы болады, тіпті нан пісірсе де өз маманы жасасын деп айтады. Сондықтан да әрине мамандарға жүгінген дұрыс, бірақ сіз ата-ана болсаңыз, қазір педагог, психолог емес, бірақ өзіңіз үшін өтіп жатсаңыз, мен сіз үшін қуанамын. Педагог, психологтар өтіп жатқан сіздер үшін өте қуаныштымын, себебі шынымен бұл тіпті мысалы консультацияларға келіп жатады ғой, 38-40 жаста, 40-тан асқан, бірақ мектепте буллинг болған қыздардың, ұлдарымыздың самооценкасы өте төмен. Санасымен жаңағы сол мектепте қалып қойған. Әлі сол кім жұрт не деп ойлайды, сонымен әлі жүрген. Себебі бұл буллингтің әсері. Ал буллингтің әсері бүкіл өмірге, яғни бастапқы мынау мектеп былай база, фундамент болып саналады ғой. Сондықтан да бұл мектепте толық адамның өзін-өзі бағалауы, өмірде индивид болып қалыптасуы, адам тұлға болып қалыптасу, әрине біздің бұл жерде рөліміз өте зор. Сондықтан да сіздер үшін өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Сіздерді жаңағы өзіміздің курстарымызда күтеміз. Әр курс ол бағасы құнсыз болып келеді, себебі балалармен жұмыс, балалар жастарымыз жаңағы ел болам десең, бесігіңді түзе дейді қазақ халқы, Сондықтан да біз әрине бесікті түзеуден бастап жатырмыз. Ал бесікті түзейтін әрине ана болғасын бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербетуге тырысып жатамыз, бірақ кейде біз адам болғандықтан бізде шаршаймыз, Әке болып асқар тауды қопарып, жұмыс жасап, барлығын жасап жатамыз. Кейде шаршап, өзімізге де жаңағы ресурсны состояниеға кіру үшін, өзіміздің жағдайымызды жақсарту үшін кейде демалып, осындай курстардан білім алып, кибераддикция бала кетіп қалмас үшін оның алдын алып, оған әңгіме, отбасыңа бөлек уақыт бөліп, балаларыңа уақыт бөліп, өзіңе де сол барлық күннің ішінде өзіңе де уақыт бөлуді ұмытпау үшін, барлығын баланста ұстау үшін, әрине бұндай курстардың, осы академиямыздағы курстардың рөлі өте зор. Сіздердің рөлдеріңіз өте зор. Сіздерді осындай курстарды өтіп жатқандарыңыз үшін өте қуаныштымын. Сіздерді тағы да күтеміз. Енді қысқаша осы модульдарда не туралы өтеміз? 5 модульге қысқаша тоқталып кетейін. Енді бірінші модуль, әрине ол буллингтің ұғымы, оны анықтау, қудалау жағдаймен жұмыс істеу. Бірінші енді былай қараған кезде теориядан бастаймыз, практикадан бұрын бірінші теориядан бастаймыз. Яғни бұл модульде буллингтің ұғымын, түрлерін, анықтау әдістерін, қудалау жағдаймен жұмыстарды ұйымдастыру, ересектер мен балаларды қорқыту, әртүрлі ұйымдар мен жағдайларда қорқыту қарастырылады. Және де екінші модульде біз қауіпсіз білім беру ортасын құру және буллингтің алдын алу технологиялары сіздерге беріледі. Бұл модульде буллингтің жүйелі алдын алу, қалпына келтіру технологиялары мен медиация, буллингті анықтауды жұмыс бағдарламасы, буллингті тоқтату технологиялары қарастырылған. Үшінші модулімізде біздің
скулшутинг психологиялық феномен ретінде зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері. Әрине бұл қиын, өте қиын нәрсе, бірақ біз енді заманауи психолог педагог болғасын, бұл модульге заманауи психологиялық ғылымның проблемалық өрісіндегі скулшутинг құбылысын қарастырамыз. Скулшутингтің психологиялық факторлары мен себептерін зерттеудің теориялық және қолданбалы аспектілері қарастырылған. Келесі модульде, 4-ші модульде біз аддиктивтілік негіздері және тәуелділік пайда болуы. Ол тәуелділік ешқашанда бір күнде пайда болмайды. Жаңағындай ақырын әрине бала, мысалы бар ғой, сұқ саусағын көрсет деген кезде бас саусағын көрсетіп, үлкен саусағын көрсетеді да, кейін зал қайталайды. Неге? Сосын айтады, көрдіңдер ме, сендер ересек болсаңдар да, менің көрген нәрсені жасап жатсыңдар, естіген нәрсені емес дейді. Сондықтан да бала көрген жасайды. Сондықтан да өзіңмен жұмыс әрине мұнда үлкен, көп, бірақ енді біз қолымыздан келгенше өзімізбен де жұмыс жасап, балаларымызбен, отбасымызбен де жұмыс жасап, әр отбасы, әр сынып, әр мектеп ақырын кішкентай қадамдармен болса да алға жылжып, білім алып, сол өзінің отырған жерінен бастап, өзінің сөйлескен кезде басқа біреулерді ренжітпей сөйлесіп, соған үйрете алсақ, енді бұл бағасыз өте құнды біздің осы елімізге, балаларымызға жасаған бір жақсылығымыз деп есептеймін. Және де бұл модульде білім беру ұйымдарының білім алушыларының компьютерлік тәуелділік ұғымы мен көріністері, интернет желісіндегі балалардың қауіпсіздігі қарастырылады. Толығырақ өте қызық моменттері болады. Оны да осы курста білесіздер. Кейде қарапайым нәрселерді біз аңғармайтынымызды байқаймыз. Қарапайым нәрсе, айтады ғой, гениальный нәрселер өте қарапайым болады деп. Сонымен кейде осындай қарапайым нәрселерден үлкен мәселелер туындап жатады, өкінішке орай. Сол мәселелерді енді қалай қалпына келтіреміз, қалай оны жөндей аламыз, қалай жұмыс істей аламыз, сол туралы бұл модуль, 4-ші модуль арналған. Және де соңғы модуль бұл 5-ші модуль. Мен шамалы тезірек сөйлеп жатырмын, себебі уақыттарыңыз болса, қарап отырсыз ба, үй шаруасын жасап отырсыз ба, білмеймін. Сондықтан да сіздердің де уақыттарыңызды үнемдеу үшін мен де жылдамырақ, сосын баяу сөйлесем, іштеріңіз пысып кетеді ме деп, сондықтан шамалы эмоционалды түрде өткізуге, сізге іштеріңіз пыстырмайтындай сөйлеуге тырысып отырмын. Егер сұрақтарыңыз болса, әрине қойыңыздар. Барлық сұрақтарға мүмкіндігінше барынша жауап беруге тырысамыз. Ал енді 5-ші модульді алсақ, бұл зорлық-зомбылық құрбандарына психологиялық көмек көрсету негіздері. Бұл модульде балалар мен жасөспірімдерді, сондай-ақ олардың ата-аналарын буллинг және кибербуллинг сияқты дағдарыстық жағдайларда психологиялық көмек көрсету және психологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыру әдістері мен технологиялары қарастырылған. Бұл енді қысқаша айтқан кезде модульдарды қысқаша айттық, бірақ жоспарларын барлығы деген курсқа келгенде көресіздер. Сондықтан да біздің курстарға қош келдіңіздер. Өзіңіздің ұнатқан курстарыңызға қатысып, осы академияның чаттарына сілтемені сұрасаңыздар болады. Сол академияның чаттарында қашан, қандай курс болады біліп отырасыздар. Біздің былай айтқан кезде ең басты мақсатымыз бұл балалардың жаңағы қиын жағдайға, дағдарысқа ұшыраған психологиялық жағдайында келіспеушілік, буллинг, кибераддикция, скулшутинг деп жатырмыз, дағдарыс деп жатырмыз, кризисное состояние деп жатырмыз. Бұлардың барлығы адамдарды ертерек дайындап, сол егер сонда жағдай болса, қалай баратын, қалай жасайтын бағдар
бағыт бағдар беру үшін жасалған. Сондықтан да сіздерді курста күтеміз. Курста кездескенше, сіздермен болған Анаргүл Русланқызы. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, бұл жаңағы танысу сабағы болмағасын, әрине, мен өзім туралы көп айтқан жоқпын, сіздердің уақыттарыңызды үнемдейін деп, бірақ толығырақ менімен курстарда таныса аласыздар. Мен өзім балалармен жұмыс істегелі 2004 жылдан бері жұмыс істеп жүрмін. Диплом алғалы 2008-ден бастап репетитор болып жұмыс істеп жүрмін. 2014-тен бастап менде өзімнің білім орталығым бар, балалармен жұмыс істеп, біраз болды жұмыс істегенме. Сонымен қатар мектепте завуч болдым, заместитель по воспитательной части дейміз ғой, тәрбие жөніндегі директордың орынбасары болып та жұмыс істеп көрдім. Сондықтан балалармен қалай жұмыс істеу керек, балалармен әлі күнге дейін жұмыс істеудемін, тоқтамаймын. Ата-аналарға да консультация беремін, кеңес беру. Менде енді біраз ата-ана келді, қаншама балалар алдынан өтті. Тіпті буллингқа, әрине, терапияға еш нәрсе жетпейді. Бірақ сонымен қатар өзіміздің мүмкіндігімше көбірек балаларымыздың, өзіміздің жастарымыздың, еліміздің елеулі азаматтар мен азаматшалары болу үшін қолымыздан келгендерін жасаймыз, Алла жазса. Сондықтан да сіздерді курста күтемін. Әрқайсыңызға барынша біліміммен, тәжірибеммен бөлісуді аянбаймын. Қай жерде қандай тәжірибе болды, оның барлығымен шынайы қалай бар, дәл солай бөлісетін боламын. Сіздердің назарларыңызға әрине рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, алтын уақыттарыңызды осы курстарды қарап, оқушыларыңыздың, клиенттеріңіздің жағдайын ойлап, солардың өмірлерін жақсарту үшін өзіңізге инвестиция жасап, олардың өміріне инвестиция жасап, өзіңізбен жұмыс жасап, мектептерде өздеріңіздің біліктіліктеріңізді арттырып, осы біліктілікті арттыру курстарына жазылып жатқандарыңыз үшін алғысым өте көп, өте шексіз. Сондықтан да сіздерді күтемін. Шамалы деген уақыттарыңызды көп алмайын деп, тез сөйлеймін деп, кейбір сөздерді анық айтпасам кешірім өтінемін. Курста ол еш нәрсемен аспай, өзінің бабымен әрине түсіндіремін, бөлісемін. Мен мектептерде және де оқушыларым көбінесе орысша сөйлеймін, өзім ағылшын тілі мұғалімімін, кризисный психологпын. Сондықтан да көп клиенттерімнің басым көпшілігі әрине орысша. Қазіргі кезде өкінішке орай кітаптардың көбі орысша. Сондықтан да көп нәрсені өзіміз орысша оқып қазақшаға аударамыз ғой енді. Сондықтан да шынайы болуға, сіздермен аянбай бөлісуге сөз беремін. Сондықтан сіздерді өзіміздің курстарымызда күтеміз. Аман есен, қауышқанша сау болыңыздар. Шынымен де тақырыптар жеңіл емес, бірақ өте өзекті, өте маңызды тақырыптар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Академиямызда күтеміз. Сілтемен алып, WhatsApp чаттарына тіркеліп, каналдарға тіркеліп алсаңыздар болады. Бүкіл анонстар, бүкіл сұрақтарды сол жерде менеджерлеріміз сіздерге жауап береді. Мүмкіндігінше әр спикер сұрақтарға бірге жауап береді. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Күтеміз сіздерді.